Елді алдап, халқын тонап, бауырлас мемлекеттің бейбіт, талантты, ақылды азаматтарын аяусыз қырып жатқан көршілес елде Москвич 8 деген модель шығады. Ал бізге өтіріктен оның атын өзгертудің қажет жоқ, оригинал қолданамыз. Назарыңызда JAG GS8 қолжетімді отбасылық кроссовер. Бұл теріс драйв емес, автонарық қысқа да нұсқа шолуда ресми ұсынылған модельдің артық кемшілігін талдап, видеоның соңында 10 балдық жүйемен бағалаймыз. Байқайсыздар ма, JAG компаниясы жарнамаға онша көп ақша салмайды. Яғни қала көшелерінде, билбордтарда машиналарының суретін сирек кездестірем. Соған қарамастан Қазақстан нарығында топ 10 чарттың тура ортасында жүреді ғой. G7 бестселлері тіпті шетелге сатылып жатыр. Бұл Қазақстанның экспорты. Өйткені автомобильдер Қостанайдағы зауытта құрастырылып жатыр. Модель айтарлықтай жаңа. Қазақстанда міне енді сатыла бастады. Қытайда нарыққа X8 Plus деген атаумен былтыр шыққан. Машинаны бірінші рет көргенде мені не таңғалдырғанын білесіз бе? Көлемі JAG-тың кроссоверлері кішкентай, бұты қысқа, ебедейсіз болып көрінуші еді, мынау бөлегі. Өтірік айтсам төбедегі қылыш басымды кесіп кетсін. Дұрыс пропорцияның арқасында GS8 сексуал көрінеді. JAG модель линейкасындағы ең ірі SUV осы. Ұзындығы 4825, ені 1870, биіктігі 1758 мм. Дөңгелек базасы 2830, яғни габарит бойынша GS8 Hyundai Santa Fe мен Kia Sorento-ның кластасы. Өте маңызды жайтты ескерейік. Машинаның 6 және 7 орындық нұсқасы бар. Машина екі комплектацияда ұсынылған: Luxury және Flagship. Luxury'дің өзінде біраз дүние бар. 12-де 3 дюймдік 2 монитор, Apple CarPlay, Android Auto, 360 камерасы, эко-былғармен қапталған анатомиялық орындықтар, көтен жылыту жүйесі бар, панорамалы шатыр, автохолд, телефонды сымсыз қуаттау және тағы басқа. Құны 12.490.000 теңге. Жаным ау, люкс комплектациясындағы Elantрадан арзан ғой. Максималка Flagship 500.000-ға қымбат, тура $1000-ға. Валюта бағамының өзгеруімен доллар есептеу оңай болды. Халықты ойлап, өмірді жеңілдетіп жатқан билікке мың алғыс. Софты адекватты жұмыс істеп тұр. Климат контроль түсінікті. Ambient көңіл күй көтереді. Ортада минимализм, бір USB порт, электронды тұрақ тежеуші, автохолд, жүріс режимін таңдау түймесі, жүріс бағытын шайбаның көмегімен таңдаймыз. Паркинг батырмасы дәл ортасында. 2 стақан қойғыш, желдетілетін бокс, өте ыңғайлы. Жазда Coca-Cola'ңыз салып қойсаңыз, желдетіліп салқын болып тұрады. Панорама статикалы емес, алдыңғы секциясы ашылады, яғни люк бар. 100-ге сұйық отын тұтынуы 10 литр. Әрі кроссовер үшін жақсы көрсеткіш. Дыбыс изоляциясы орташа, қарқыны жақсы, спорт режимдеші. Оталды. Аспасы ағаштау. Менің Equinox'ым мынадан сәл жұмсақ, каканы айтам. Әрине моно жетек. Капоттың астында 174 ат күшіне қуатталған 1,5 литрлі турбо GDI. Агрегат 7 сатылы роботпен жұптасады. Құдайға шүкір вариатор емес. Неге олай дедім? Автомобильді тест-драйвқа алып жатқанымда бір көрерменім жақындап келіп амандасып, братан, мен G7-нің есімін, вариаторының жұмысы маған ұнамайды деді. Сервиске хабарласып едім, жөндеп беруге асықпады, менеджермен ұрысып қалдым дейді. Мұндай кезде, достар, клиентпен жұмыс деген бөлімшеге хабарласу керек бірінші кезекте. Егер олар да дым істемесе, онда сот көмегіне жүгініңіз. Өйткені автомобильдің гарантиясы бар, олар жөндеп беруге, уақытылы проблеманы шешуге тиісті һәм міндетті. Артқы стоп шырағы мен күндізгі жүріс шырағы қапталдан қапталға дейін созылған. Жарық техникасын түнде тексердім, әдемі жарықтандырады екен. Сосын автомобильде Welcome Light, Follow Me Home деген функция бар. GS8 иесіне сәлем беріп, үйге ілтипатпен шығарып салады. Қытай классикасы бойынша фейк диффузор. Артқы бамперде қараланған пластикпен жылтыр элементтер. Артқы оптикасы чотке көрінеді. Тіпті Кадиллакты еске салама дейсің. Жүк салғыш қақпағы электрожетекті. 5-6 орындық көтерілгенде мына жерде орын көп емес, 2 шағын чемодан сияды. Ал егер түсіріп тастасақ, орын вагон.
Машинадағы ең ыңғайлы орындар осы. Air Астананың бизнес классы сияқты. 2 капитандық орындық. Едені түп-түзу, яғни трансмиссия туннелі жоқ. 2 USB порт, біреуі Type-C. Артта 2 ересек адам жайғаса алады. Рөлдің кері байланысының өткірлігін баптауға болады. Бұл функция маған ұнады. Қазір флэгшип комплектациясына ғана тиесілі адаптивті круиз контрольді қосып қойдым. 105 шақырым жылдамдықта аралық бақылау функциясы қосулы, бірақ жолақта ұстау опциясы жоқ екен. Мұнысы қызық әрине. Алдындағы машинаны сезеді, бірақ қайда кетіп бара жатқаның өзіңе ғана мәлім. Сондықтан рөлден қолды алып тастауға кеңес бермеймін. Флэгшипте 6 орын, адаптивті круиз бен автоматты тоқтау жүйесі. Салонның түсі қара, экстерьердің 3 нұсқасы бар: қызыл, қара және ақ. Арттағы кісілер действительно ыңғайлы жайғасады. Қараңыздаршы, төбеде қанша орын бар. Жеке климат контроль, USB порт. Бірақ өкінішке қарай екінші, үшінші қатар орындықтары жылытылмайды. Салонда былай орын көп. GS8 қыз-келіншек әйелдерге идеал кроссовер сияқты көрінуі мүмкін. Ал үнемі кемшілік іздейтін еркектер әрине минус табады. Бірақ автомобиль қандай баға диапазонында сатылып жатқанын ескеру керек қой. Мұндай технологиялық салманы біріктірген ірі кроссоверді қайдан табасың 12,5-ға? Сондықтан әр нәрсенің плюс-минусы болады, оны таразы басына салу керек. Түрі нормальный, тартымды, техникасын уақыт көрсетеді. 6 орындық, 7 орындық автомобиль іздеп GS8-ге тоқталған азаматтарды түсінуге болады. Тыңдаңыздар, Santa Fe'нің максималкасы қазір 26 миллион теңге. Мұнаныкі 13 лям. Ал енді бағалайық, дилердегі автомобиль құнына 10-нан 9 балл берем. Өмірде идеал ештеңе жоқ. Сервис және бөлшектер 10-нан 8 ұпай. Автомобиль күтімінің бағасы деген пункт бар. Аса проблема туындай қоймас. Оғанда 10-нан 8 ұпай. Ликвидтігіне 7 берем. GS8-дің жалпы нәтижесі 10-нан 8, меніңше жаман емес. Автонарық бүгінге тәмам. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазыңыздар. Амандықта жүздесейік.